12 ғасырдың басында орталық Азияның далалық аймақтарында көптеген көшпенді түрік және моңғол тектес тайпалары мекен етті. Олар қият, найман, қоңырат, жалайыр, керейіт, татар, меркіт тағы басқалар. Бұл тайпалардың барлығы бір-бірімен тоқтаусыз соғыстар жүргізді. Сол кезеңде Ұлы даланың оңтүстік және шығыс бөлігінде алып Ұлы Қытай империясы өмір сүрді. Қытайлықтар бұл дәуірде екі ірі мемлекетке бөлінді. Қытайдың солтүстік аумағына Цин империясы иелік етсе, оңтүстігі Сун империясының билігінде болды. Қытайлықтар өткен тарихын өте жақсы білді. Егер көшпенді тайпалар қандай да бір ханның немесе көсемнің қол астына бірігетін болса, ең әуелі Қытайға жорық жасап, тас-талқанын шығаратын. Қытайлықтар көшпенді тайпалардан қорғану үшін көптеген әрекеттер жасады. Солардың ішіндегі ең әйгілісі мыңдаған километрлерге созылған Ұлы Қытай қорғаны болатын. Бұл әлемдегі ең ұзын әрі ең пайдасыз ғимарат болды. Себебі мыңдаған километрге созылған ғимарат Қытайды көшпенділер шапқыншылығынан бір рет болса да құтқара алмады. Көшпенді тайпалардан қорғанудың бір ғана жолы болды. Ол бөліп алда билей бер саясаты еді. Қытайлықтар мұны өте жақсы білді және үнемі қолданды. Ұлы даланың тайпаларын бір-біріне айдап салып отырды. Оған қоса жыл сайын Ұлы далаға жорық жасап, көптеген көшпенділерді құлдыққа айдап алып әкетіп отырды. 1155 жылы қият тайпасының көсемі Есугей батыр көршілес татар тайпасына қарсы жорық жасайды. Бұл жорық кезінде Есугей татар тайпасын талқандап, оның көсемі Темуджинді тұтқынға түсіріп, көп олжамен еліне оралады. Есугей батыр еліне оралған тұста оның әйелі дүниеге ер бала әкеледі. Ежелгі көшпенділер салты бойынша Есугей батыр жеңген жауының есімін жаңа туған баласына қояды. Темуджин 9 жасқа келгенде әкесі Есугей батыр татарлар қолынан қаза табады. Есугей батырдың өлімінен кейін қият тайпасы ыдырап кетеді. Темуджин 19 жасқа келгенде әкесі Есугей батырдың досы Керей ханы Уан ханмен одақ құрып, тарап кеткен қият тайпасын қайта біріктіреді. 1183 жылдың күзінде Темуджиннің Керей тайпасына сапарлатып кеткенін пайдаланған Меркіт тайпасының көсемі Тоқтабике 10 мыңдық әскермен қият тайпасына қанды жорық жасап, Темуджиннің әйелі Бөрте мен Есугей батырдың екінші әйелін қолға түсіреді. Әйелін қайтарып алу үшін Темуджин 5000-ға жуық әскермен меркіттерге жорық жасайды. Бірақ жорық сәтсіз болып, Темуджин кері шегінеді. Осы оқиғадан кейін 6 ай өткеннен кейін Темуджин Керей ханы Уан ханмен және бала күнгі досы Жамұқамен одақ құрады. 1184 жылы Темуджин бастаған одақтастардың 30 мыңдық әскері Меркіт тайпасына жорық жасайды. Селенгі өзенінің бойында болған шайқаста Темуджин меркіттерді талқандап, әйелі Бөртені қайтарып алады. 1201 жыл Жамұқа мен Темуджин арасында Ұлы даланың билігі үшін соғыс басталады. Жамұқа өз айналасына татар, меркіт, тайшығұт тағы басқа тайпаларды біріктіріп, өзін Гурхан деп жариялайды. Керулен өзенінің жағасында болған соғыста Жамұқа бастаған одақтастар жеңіп, Темуджин шегініп кетеді. Бір жыл өткен соң 1202 жылы Керей хан Уан хан мен Темуджин бастаған біріккен әскері әуелі Жамұқаны бастаған Жардыран тайпасына жорық жасайды. Онон өзенінде болған шайқаста Темуджин мен Уан хан әскері Жамұқа әскерін талқандап, Жардыран тайпасын бағындырады. 1202 жыл жаз айы Уан хан мен Темуджин татарлар мен меркіттерге қарсы әскери жорықтарды бастайды. Уан хан меркіттерге, Темуджин татарларға қарсы соғысатын болып келіседі. Осы жылдың күзінде Темуджин татар тайпасына қарсы жорық жасап, оларды түгел бағындырады. Осы оқиғадан кейін Ұлы далада тек қана екі билеуші Уан хан мен Темуджин қалады. Алғашқыда одақтастық принципін ұстанған Темуджин мен Уан ханның арасы уақыт өте келе ушыға түседі. Ұлы дала тайпаларына билік жүргізу үшін бұл екеуі ашық қақтығыстарға түседі. Сөйтіп 1203 жылы Темуджин мен Уан хан арасында үлкен соғыс болады. Бұл соғыстың нәтижесінде Темуджин керейлерді жеңіп, Ұлы даланың жеке дара билеушісіне айналады. Өз билігін нығайтып, Ұлы даланың жеке дара билеушісіне айналу үшін Темуджин Алтай тауындағы Найман тайпасын жаулап алуға
дайындалады. 1205 жылы Алтай тауында Темучин мен Найман ханы Таянның арасында кескілескен шайқас болып, Темучин жеңіп шығады. 1206 жылы Ұлы даланың көшпенді тайпаларын біріктірген Темучин құрылтай шақырады. Құрылтай кезінде барлық тайпалар Темучинді хан сайлап, ол Шыңғыс хан атағын алады. Шыңғыс хан өзі құрған мемлекетін Моғол хандығы деп атайды. Шыңғыс хан билікке келгеннен жалпыға бірдей жасақ заңдар жүйесін шығарып, мемлекет аумағын 95 аймаққа бөледі. Ол әскери реформа жасап, темірдей тәртіпке бағынған әлемдегі ең мықты әскер құрады. Әскерін мыңдықтар, жүздіктер, ондықтарға бөліп басқарады. 1207 жылы Шыңғыс ханның үлкен ұлы Жошы 15 000 әскермен солтүстікке жорыққа аттанады. 2 жыл ішінде Жошы Сібірдегі орман халықтарын, Енесей қырғыздарын бағындырады. Келесі жылы Сүбедей батыр Бұқтырма өзені мен Ертіс бойына жорық жасап, ол жақтағы күшлік хан бастаған Наймандар мен Меркіттерден қалған әскерін толық талқандайды. Найман ханзадасы күшлік қалған әскерімен Жетісу жерінен кетіп, ол жақтағы қидандарды барып паналайды. 1209 жылдың көктем мезгілі Шыңғыс хан әскері екінші рет Сисия патшалығына баса көктеп кірді. Бұл жолы оған Таңғұт тағының мұрагері қарсы тұрды. Жауларының тас-талқанын шығарған моғолдар Балоқай бекінісін басып алып, астанасы Жүнісіге қарай бет алды. 50 000 әскері бар Таңғұттар Шыңғыс жасақтарының жолын Алашан тауының шатқалында тосыннан шабуылдап, моғолдарды шегінуге мәжбүр етті. Дегенмен Шыңғыс хан әскері қайта күш жинап, Таңғұттарды талқандап, астанасын басып алады. Сөйтіп, айналасының барлығын жауларынан тазартқан Шыңғыс хан көшпенділердің ежелгі жауы Қытайға қарсы жорыққа әзірленеді.